Қажекелер, Алла қабыл етсін қажылықтарыңызды. Кішкене бір 3 мәселе туралы тоқталғым келіп жатыр да. 3 мәселе. Бірінші, Алла Тағала біздің ғұмырамызды қабыл қылған болса, не деген керемет. Ал егерде ғұмырамызды қабыл қылмаса, енді Алла білуші, бір Меккені көріп бара жатқан шығармыз, бірақ ешқандай бір сауапсыз қайтуымыз да мүмкін. Сол үшін Алладан осы ғұмраның қабыл болғанын сұраймыз. Ал егерде ғұмрамыз қабыл болса, бұл одан басқа проблема жоқ болады ғой. Неге? Қазір мен сіздерге бір оқиға айтамын да, бір бал сатушы болыпты да, балық сатушы. Енді ол кемемен бал алып барады, кемемен алып қайтады деген сияқты бошкі бал сатады екен. Сосын бір елге барып, кемемен, бошкімен бал түсіріп жатқан кезде, әсел түсіріп жатқан кезде, бір әйел келеді да, қараңызда оқиғаны түсініп алсаңыз, қазір біздің айтатын нәрсеміз түсінікті болады. Түсіріп жатқан кезде, бір әйел, бір ыдыспен, пиалай дейміз ба, бір кішкенде кесемен бал сұрап келді дейді, ол кішкенде садақа бал беріңізші деп. Жаңағы бошкі бал түсіріп жатқан бай бермей қайтарып жіберген ғой. Бір пиалайды да, бір пиалай бермей қайтарып жіберген. Сөйтіп ана әйел ренжіп кетіп қалады. Сосын жаңағы бай қасындағы қызметкерлерге айтады: жаңағы әйелге бір бошкі бал апарып беріңдерші деп. Сол кезде қасындағы қызметкерлер түсінбей қалады да, жаңа бір пиалай берген жоқ едіңіз, енді бір бочка берейін деп жатсыз ба дейді ғой енді. Сол кезде ана бай бүйтіп айтады: ол әйел өзінің деңгейінде сұрады дейді. Деңгейі бір пиалай ол дейді. Яғни оған бір пиалай болса да қанағат ететін адам. Өйткені жағдайы жоқ. Ол өзінің деңгейінде бал сұрады дейді. Ал егер мен сол сұраған бір пиалай балды беріп жіберетін болсам, мен сонда төмен деңгейге түскенім ғой дейді ғой. Мен өзімнің деңгейімде берейін да дейді. Ол өзінің деңгейінде сұрады бір пиалайды. Ал мен өзімнің деңгейімде берем дейді. Енді бір пиалай сұрап тұр ғой деп, бір пиалай бермейін дейді. Менің деңгейім бір бошкі беруге жетеді дейді ғой. Сондықтан мен ұсақталмайын дейді ғой, майдаланбайын, мен бір бошкісін берем дейді ғой. Түсіндіңіз ба бұны? Сонда қараңыз, әр адам өзінің деңгейінде жүру керек. Ешқашан төмен түсуге болмайды. Мұхтар Әуезов мынандай бір сөз айтады да: сені қапқан итті сен де қапсаң, аузыңның не қадір қасиеті қалды дейді. Яғни сен адамсың ғой дейді. Сен біреу ит қапқан кезде, мынау мені нақты істейді деп барып сізді итті тістесеңіз, иттің деңгейіне түсіп кетуге болмайды деген сөз айтып тұр ғой енді. Аузыңның не қадір қасиеті қалды деп. Сондықтан әр адам өзінің деңгейінде жүру керек, майдаланбау керек қой. Жаңағы бал сұраған әйел өзінің деңгейінде сұрады, бай өзінің деңгейінде берді. Бұны не үшін айтқым келіп жатыр? Қараңыздар. Алла Тағаладан біз өзіміздің деңгейде Раббым еш деп бір нәрселер сұрадық қой. Құлдың деңгейінде сұрадық. Құлдың деңгейінде сұрадық. Ал Алла ол дұғаларға жауап беретін кезде өзінің деңгейінде береді иншалла. Осы нәрсеге сену керек та. Қараңыз, егер сіз бір үй сұраған болсаңыз, мысалы ретінде айтып жатырмын, Алла Тағала сізге оны өзінің деңгейінде еселеп беретін болады. Сондықтан бұл жерден қайтып бара жатқан кезде бірінші нәрсе, біз Алладан сұрағандарымыздың орындалатындығына сенейік. Және де ол біздің сұрағанымыздай ғана бермейді Алла Тағала. Алла әлемдердің Раббысы ретінде қандай? Сол деңгейде береді, иншалла. Алла нәсіп қылсын. Бірінші түсіндік қоя осыны. Сондықтан біздің деңгейіміз құлдық деңгей, Алланың деңгейі әлемдердің патшасындағы деңгей ғой. Сондықтан біз құл деңгейінде сұраймыз, Алла әлемдердің патшасы ретінде береді, иншалла. Өйткені біз осы нәрсеге сенімді болуымыз керек. Екінші мәселе. Біріншіні түсіндік қоя, мен үш нәрсе айтам дедім ғой.
Біріншісі осы. Алла, иншалла, өзінің деңгейінде береді. Ұмытпаймыз ба? Екінші мәселе. Бір оқиға айтам, одан кейін одан шығатын бір қорытынды айтам, иншалла. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам далада отырған кезде қасында Әбу Бәкір деген халифасы бар, досы бар. Қабірінде де қасында жатқан жоқ па? Өткенде Мәдинада көрдік. Бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қасында Әбу Бәкір бар. Түсініп алайық, мына мәселені түсініп алайық. Бір адам келеді да пайғамбарымызға қарап бүйтіп айтады: "Неткен жеркеніштесің" деген ғой. Кімге айтып отыр, қараңыз. Бір адам машин. Пайғамбарымызға барды, "Неткен жеркеніштесің" дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Дұрыс айттың" дейді ғой. Дұрыс айттың дейді. Сосын біраз уақыт өткеннен кейін қасында кім отыр әлі? Әбу Бәкір радиаллаху анху отыр. Сөйтіп бір сахаба келеді да: "Алланың елшісі, неткен керемет жансың" деген ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи тағы да "Дұрыс айттың" дейді ғой. Сосын қасында отырған Әбу Бәкір радиаллаху анху түсінбей қалады ғой енді. Жаңа бір адам келді да "Жеркеніштесің" деп еді, "Дұрыс айттың" деп айттыңыз. Енді адам келді да екінші адам келіп "Неткен керемет жансың" деп еді, "Дұрыс айттың" деп айттыңыз. Қалай себебі дейді ғой, не бұның астарында не бар деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүйтіп айтады: "Адам өзі қандай болса, басқалардың бәрін солай көреді" дейді. Түсіндіңіз ба? Адам өзі қандай болса, бәрін солай көреді дейді. Егер адам өзі жеркенішті болса, жұрттың бәрін жеркенішті қылып көреді. Ешкімді ұнатпайды. Ал егер адам өзі керемет болатын болса, жұрттың барлығын әдемі қылып көреді. Көре алады, былайша айтқан кезде. Енді мен сіздерге бұдан не айтқым келеді? Мына жерге келдік қой, неше түрлі адамдарды көрдік. Дұрыс па? Сондықтан анандай екен, мынандай екен. Бір жерлерде мұсыр көріп қалған болсақ, мұсыр шашылып жатады екен деген сондай нәрселерді ғана көріп кетіп бара жатқан болсақ, Алла сақтасын. Адам өзі қандай болса, бәрін солай көреді дейді. Бұны пайғамбарымыз айтып жатыр. Сондықтан бұл жерге біз сестен келген жоқпыз ғой, тексеріп кету үшін, солай келдік бәлей. Біз ол үшін келген жоқпыз. Біз құлшылық үшін келдік. Сондықтан бұл жерден егерде кемшілік іздеп келген болсақ, табылады. Өйткені кемшіліксіз адам болмайды. Бірақ оны біз қалай көре білдік деген мәселе ғой, бұл жердегі мәселе. Қалай көрдік? Қай көзбен қарай алдық? Егер кемшілік көзбен, кемшілік іздейтін көзбен қарайтын болсақ, жетеді тауып алуға. Бірақ біз тек қана жақсы жағын көріп қайтайық. Бұл екінші мәселе. Түсіндік қоя? Енді үшінші мәселе. Меккеден қайтып бара жатқан кездегі бұл қорытынды. Адам өзі соңында бір қорытынды шығару керек қой негізінде. Екі мәселені айттық. Мен үшеуін де айтам дедім. Үшіншісінде мынандай нәрсе бар. Ғалымдар мынандай бір сөздер айтқан екен. Қандай жағдайда өліп кеткің келмесе, сондай жағдайда ешқашан болма деген ғой. Мысал қараңыздар. Ұрлық жасап жатқан кезде адам өліп кетуді қалайды ма? Қаламайды. Дұрыс па? Зина жасап жатқан кезде жанымыз шығып кеткенін қалаймыз ба? Қаламаймыз. Күнә жасап жатқан кезде, арақ ішіп жатқан кезде адам жанының шығып кеткенін қалайды ма? Қаламайды. Соны ғалымдарымыз осыны айтады ғой енді. Қандай жағдайда өліп кеткің келмесе, соны мүлдем жасама дейді. Ал қандай жағдайда жан тапсырғың келеді дейді. Намаз оқып жатқан кезде, Құран оқып жатқан кезде, тәсбih тартып отқан кезде, садақа беріп жатқан кезде, маңдайымыз сәждеге тиіп жатқан кезде адам егер жаны шығып кететін болса, кейін еске алған кезде де біз қалай еске аламыз? Машалла, намазда кетіпті, дәрет алып жатып кетіпті,
деген сөздер айтамыз ғой. Енді қараңыз, қандай жағдайда адам жан тапсыруды қалайтын болса, сол нәрсені көп жасау керек дейді ғой. Сол нәрсені көп жасау керек. Енді ертең біз елге барғаннан кейін қараңыздар, егер енді Алла өмір жасымызды ұзақ қылсын, күнге жаназаға қатыстыңыздар ғой, 5 уақыт намаз жаназа болды. Енді қараңыз, осы жерде олардың барлығы Меккенің тұрғындары болмауы мүмкін, арасында осы біз сияқты умраға келген кісілер де болған болуы мүмкін, енді Алла білуші. Енді олардың жаны былайша айтқан кезде қасиетті жерде алынды және қасиетті жерге жерленіп жатыр. Бұрындары үлкен ғалымдар жастарынан 70-тен асып 80-ге келген кезде осы Мекке Мәдина қаласына келіп өмір сүреді екен ғой. Енді ол кезде виза деген нәрсе жоқ, енді виза бітіп қалады деген. Осы жерге келіп өмірімнің соңғы уақыттарын жақсы жерде өткізейінші деп осы жерде жүреді екен ғой. Енді біз елге барғаннан кейін бізге үйтіп жүру мүмкіншілігіміз жоқ қазір. Виза бітіп қалады. Қонақ үй жатқызбайды. Елге барғаннан кейін таза жерлерде жүруіміз керек екен ғой енді. Бір умра жасап келдім, болды деп емес, бұдан кейін де өмірімізді дұрыс жаққа қарай реттеп, дұрыс адамдардың арасында, дұрыс ортада, дұрыс жерлерде жүретін болсақ, енді Алла қанша өмір беретін білмейміз ғой. Намазымызға берік болатын болсақ, үнемі дәрет алып жүретін болсақ, зекет садақамызды беріп жүретін болсақ, жақсы ортада жақсы сөздер айтылатын жерлерде жүретін болсақ, демек біз үнемі жақсы жерде жүрген болып есептенеміз. Сондықтан құрметті қажекелер, елге барғаннан кейін ертең бір жерде бір-біріміз көріп қалып, ой қажеке деп ұялып қалмайтындай жерде жүрейік та. Бір жаман жерде кездесіп қалсақ қалай болады мысалы? Ұят болып қалады ғой, кеше мына жақта бір қатарда тұрып намаз оқығанбыз, бір қатарда тұрып Каабаға барғанбыз, бір бөлмеде жатқанбыз, бисмилля, Аллаху акбар деген сөздерді айтқанбыз. Енді ертең елге барғаннан кейін бір ұят болып қалатын жерде кездесіп қалатын болсақ, екі адам бір-бірінен ұялып қалмай ма енді? Сондықтан Алла Тағала ұялып қалмайтындай жерлерде кездестіруді Алла бізге нәсіп қылсын кездесуді. Демек, қандай жерлерде жүруіміз керек? Жақсы жерлерде жүруіміз керек. Алла Тағала осы умрамыздан өзгеріп барып, жақсы адам болып жүруді нәсіп қылсын. Жаңағы енді үш нәрсені қорытындылап кетейік. Умра жасадық, дұға жасадық, құлшылық жасадық. Алла Тағала оның сауабын өзінің деңгейінде береді, иншалла, бірінші. Екінші, кемшілік көрудің қажет жоқ, өйткені кемшіліксіз адам болмайды. Ал кемшілік көре берген адам өзінде сондай нәрсе көп болғаннан кейін тек қана адамның барлығын солай көреді. Екінші. Үшінші, елге барғаннан кейін тек қана қандай жерлерде жүрейік? Дұрыс ортада жүрейік, иншалла. Алла разы болсын. Алла Тағала умраларыңызды қабыл қылсын. Иншалла енді үлкен қажылық жасауды да Алла баршамызға нәсіп қылсын, иншалла. Алла разы болсын. Егерде ренжітіп алған болсақ, өкпелетіп алған болсақ, Меккеден шықпай жатып кешіріп қоямыз ба бір-бірімізді? Әлде ренжіген күйде елге кіріп барамыз ба? Қателіксіз, кемшіліксіз адам болмайды, сондықтан иншалла бір-бірімізді кешіріп қояйық. Енді адам болғаннан кейін кейде қатты сөйлеп қояды, адам болғаннан кейін кейде бір ренжітетін сөз айтып қою мүмкін. Алла Тағала, егер Алла бізді кешіруін қаласақ, біз де адамдарды не қылайық? Кешіріп білейік. Кешірдік па? Ренжіш бар ма? Машалла, Алла разылық үшін кешірдік дейді. Алла разы болсын. Бір кісі болыпты, бүйтіп айтады екен. Біреу бана бір нәрсе ренжітіп қояды, сөйтіп артынан барып кешірім сұрап жатады ғой енді. Сол кезде бүйтіп айтады екен ол. Ей, болған іс болды енді. Айта береді екен, болған іс болды енді, өтті ғой болды. Кешіріп, бәрін кешіріп жүре береді екен. Ей, болған іс болды ғой енді деп. Сөйтіп ол кісі дүниеден өтіп кетеді ғой. Сөйтсе түсінде оны бір досы көреді. Сол кезде одан сұрайды ғой түсінде, Алла Тағала саған қалай байланыс жасады деп та. Сол кезде бүйтіп айтты дейді ғой.
болған іс болды, жәннатқа кіре бер деп айтты дейді ғой. Бұл кешіріп кеткен барлығы. Адамдарды кешіре білгенде Алла да не қылады? Кешіре біледі. Сол үшін болған іс болды. Енді иншалла жаңа әдемі өмір бастауды Алла баршамызға нәсіп болсын. Алла разы болсын.